Сәлем дос, қалайсыз? Жарайсыз. Сіз осы деңгейге дейін біраз дүниені үйреніп келдіңіз. Демек сіз емтиханға белгілі бір деңгейде дайынсыз. Ал еске салып өтетін болсақ, сіздер қазірше 5 сұрақ типін толық танысып үлгердіңіздер. Және біз ұсынған байқау емтихандарында, байқау сұрақтарында осы типтерге байланысты жаттығып, дағдыланып жатсыз деп үміттенемін. Соған сәйкес біздің бүгінгі сабақ сізге одан да қызықты, одан да пайдалы болады деген үміттеміз. Себебі біздің бүгінгі тақырып бұл скиминг әдісі туралы. Скиминг әдісі дегеніміз бұл әлем бойынша кең танымал, әртүрлі халықаралық емтихандарда қолданылатын әдіс. Одан бөлек бұны ең алдымен әлемдік деңгейде ғалымдар, көптеген зерттеушілер үлкен көлемді мәтіндерді оқуда қолданылатын әдіс. Скиминг әдісі арқылы сіз үлкен көлемді мәтіннің өзін қысқа уақытта анализ жасап, негізгі ойын түсінуге болады бұл әдіспен. Ал бұл күрделі, қиын дүниенің сіздерге қаншалықты қажеті бар деген сұрақ туындауы мүмкін сіздерде. Сіздерге бұл әдісті өте ықшамдап, осы қазақ тіліне немесе басқа тілдерде тапсыруға қолайлы етіп, біз ұсынып отырмыз. Скиминг әдісінің негізгі идеясы сіздерді берілген абзацтың, берілген мәтіннің алғашқы және соңғы сөйлемін оқып, сол абзацтағы, сол мәтіндегі ойды, негізгі ойды анықтауға бағытталған әдіс. Әрине, алғашқы қадамдарыңыз қиын болуы мүмкін, күрделі болуы мүмкін. Сіз көп нәрсені түсінбей, қиналуыңыз мүмкін. Бірақ осы дүниеге жаттықсаңыз, сіз алдағы емтихан былай тұрсын, Назарбаев зияткерлік мектебіндегі көптеген сабақтарға да үлгеріміңіз жақсара түсетіні анық. Енді сөзіміз жанды болу үшін сіздерге бір мысал келтіретін болсақ. Мысалы, біз ұсынған мына абзацты оқып танысатын болсаңыздар, сіздерден қазіргі сұралатыны алғашқы және соңғы сөйлемді оқу. Алғашқы сөйлеміміз қоқыс полигондарының жетіспеушілігінен, оның сыйымдылығына шыдамай, күн сайын қоқыс қалдықтарының саны өсуде. Бұл біздің бірінші сөйлем. Және осы абзацтың соңғы сөйлемі сол секілді басқа да қоқыс қалдығы адамға, ауаға, қоршаған ортаға кері әсерін тигізуде деп келіп тұр. Енді осы екі сөйлем арқылы біз қорытынды жасайтын болсақ, бірінші сөйлемде қоқыс қалдықтарының өсуімен полигон жетіспеушілігі туралы айтылуда. Ал соңғы сөйлемде оның адамға, ауаға, қоршаған ортаға әсері туралы айтылып отыр. Осыдан келіп шығып біз төмендегі сұрақтың жауабын іздеп көрсек болады. Мәтіннің сұрақ, мысалы, мәтіннің бұл бөлімінен қандай ақпарат білдіңіз деген сұрақ келіп отыр. А. Қалдықтарды жинау, өңдеу мәселесі. Б. Қоқыс қалдықтарының пайдаға жаратуы туралы. С. Қоқыстың қоршаған ортаға зияны туралы. Д. Тазалық сақтауға жауапкершілікпен қарау туралы. Осы үлкен абзацтың бірінші және соңғы сөйлемін ғана таныстыңыз. Бірақ осы арқылы сіз біліп отырсыз, бұл жердегі варианттардың ішінде бізге ең сәйкес келетіні бұл қоқыстың қоршаған ортаға зияны туралы. Себебі скиминг әдісінде сіздің негізгі ойды сұраған кезде көбіне ол абзацтың құрылымына байланысты ең соңғы сөйлемде қорытынды ой жатады. Яғни, кез келген абзацтың мағынасын білеміз, ол белгілі бір ақпаратты жеткізу. Бірақ белгілі бір ақпаратты жеткізу барысында жазушы немесе кез келген саналы адам бірінші ойдың кіріспесін жасайды. Яғни, не туралы айтып жатқандығы туралы ой айтады. Келесі сөйлемдер осы кіріспені, ойды дамытып, негіздеп, мысалдар келтіреді. Және сол мысалдардың негізінде соңғы сөйлемде біз қорытынды жасаймыз. Көріп отқаныңыздай, яғни бірінші сөйлемді және соңғы сөйлемді танысатын болсаңыздар, сіздер тек қана осы арқылы негізгі ойды және мәтіннің жалпы не туралы екенін анықтай аласыздар. Сол арқылы скиминг әдісі сіздің біршама уақытыңызды үнемдейді. Себебі сіз арадағы 5-6 сөйлемді тастап кеттіңіз, бірақ соның өзінде сіз мәтінді толыққанды түсіне алдыңыз. Енді бұл сізге алдыңғы сабақтармен байланыстыратын болса қандай көмектеседі? Атап өтіп кеттік сіздерге. Ең күрделі сұрақтардың бірі бұл идеялық интерпретациялық сұрақтар. Ал осы кезде сіз скиминг әдісін қолданатын болсаңыз, идеялық интерпретациялық сұрақтағы міндеттелетін мәтіннің толығымен танысу сізге көп қажет болмай қалады. Яғни сіз кіріспені және соңын оқыдыңызда абзацтың немесе мәтіннің не туралы екендігі туралы көзқарасыңыз пайда болды. Сол арқылы сіз өзіңіздің қорытындыңызды жасап,
жауап нұсқасының дұрысын таба аласыз. Бұл жерде сізге көмектесетін кейде жағдайлар болып жатады, кіріспе сөйлем екі сөйлемнен құралып қалады. Сондықтан бірінші және екінші және соңғы сөйлеммен күмәніңіз болса өз жауабыңызға таныссаңыз, одан да жақсы болады. Яғни сіздің күмәніңізді жойып, дұрыс жауапты анықтауға сеніміңізді арттырады. Ал біз ұсынған мәтінді енді оқып, қайтадан көретін болсаңыздар, арадағы сөйлемдер бұл жалпылама. Бірінші мысал беріліп тұр, әртүрлі сандар айтылып тұр, бірақ біздің кіріспе және қорытынды ойға толықтыру ғана енгізіп отыр. Ешқандай жаңа ой қосып отқан жоқ. Демек, осы арқылы біз скиминг әдісінің сіздердің уақыттарыңызды қаншалықты үнемдейтінін көріп отырмыз. Ал енді келесі сабақта біз сканинг әдісінің қаншалықты басқа сұрақ типтерінде қолайлы екенін, көмектесетінін айтып түсіндіретін боламыз. Әзірше скиминг әдісі бойынша біздің байқау сынақтарын тапсырып, дағдыланып үйренсеңіздер болады. Сәттілік! Сіздер осыған дейін жақсы жұмыс жасадыңыздар. Әрі қарай да осы беттеріңізден таймаңыздар.